қалың орман астан-кестең болып шулап қоя берді. Жер сілкінді, үңірейіп терең шыңырау ашылды. Қыз құлдырап төмен қарай құлап бара жатты. Сәлден соң есін жиса, қыздың алдында қара мәрмәр зәулім сарай. Оның айналасында ғажап мәуелі бақ пайда болды. Сарайдың қасында жүні жалбыраған қорқынышты мақұлық тұр. Сұлу қыз зәресі ұшып, тастай қатты да қалды. Сонда әлгі жалбыр мақұлық мейірімді дауыспен тіл қатты. Қорықпа, сұлу қыз, мен сені жәбірлемеймін. Әуелі мына бақ ішінде серуенде, сосын сарайға кір. Онда саған арналған дастархан толы тағамдар, демалыс бөлмесі әзір тұр. Байқа, қандай қиын пәлеге душар болсаң да, тіпті сені қатты азапқа салса да үн шығарма, төзімді бол. Сол азаптың бәріне шыдап бақсаң басыңа бақыт құсы қонады. Жалбыр мақұлық осыны айтты да көзден ғайып болды. Қыз есі кетіп қайран қалды. Серуендеуге баққа кіргенде қорқыныш сап тыйылды. Әбден қарны ашқан соң, іші сырты кілең қара мәрмәрдан соғылған әмбе жиһаз мүкәммәлары да қара мәрмәрдан жасалған сарайға кірді. Ортада шағын үстел үстінде неше түрлі асыл тағамдар самсап тұр. Сұлу қыз тамаққа тойып алды да, құдықтан бұлақ суын ішіп, аспан жүзін кешкі шапақ басқанда ұйқыға жатты. Түн ортасында сұрапыл гүрсіл естілді. Есік ашылды да тарсылдатып, улап-шулап, бұзып жарып, үйге жан түршігерлік бір топ жын пері кіріп келді. Олар келген бойда қызға бас салып, шымшылап, тырнақтарымен тырнай бастады. Бірақ қыз үн шығармады, тіл қатпады. Жын перілер тарсылдатып, гүрсілдетіп, айқай сүрең салып шыға жөнелді. Сұлу қыз ұйықтап кетті. Таңертең оянып қараса, сарайдың 1/3 бөлігі ағарып қалыпты. Қыз баққа барды. Жалбыр мақұлық оны сол жерде күтіп тұрған еді. Түнде қандай уақиғаға кездестің, деп сұрады. Қыз жын перілердің қалай азаптағанын айтып берді. Өзі енді тіпті мына ұсқынсыз мақұлықтан қорқатын емес, көзіне жылы ұшырап барады. Мақұлық сонда қызға, әлі де біраз шыда, қандай азап шексең де үн шығарма, деп ескертті. Мұны айтқанда даусы мейлінше мейірімді, сүйкімді шықты. Қыздың жүрегі лүпілдеп, елжіреп кетті. Жалбыр мақұлық сөзін бітіріп, көзден ғайып болды. Сұлу қыз бақта серуендей бастады. Кеш түсе сарайға қайтып келіп, тамақтанып, сусындап алған соң ұйқыға бас қойды. Енді көз іліне бергенде түн ортасында кешегідей әлем тапырақ айқай-шу басталды. Бір топ жын пері тағы да қызды айнала қоршап алып, қатты соққылай бастады. Шашынан сүйреп көрсетпеген азаптары қалмады. Қыз осының бәріне де шыдап үн шығармады. Жын перілер дүбірлетіп тағы да жоқ болды. Ал қыз бейшара ауыр соққыдан, сұмдық азаптан өлесі болып қозғала алмай қалды. Қыз таңертең әрең тұрып, ілбіп баққа жетті. Жалбыр мақұлық оны сол жерде күтіп тұрған. Ол қызды аяп мүсіркеді. Сонда да келесі 3-ші күннің азабына қайтсең де шыда, үн шығарма деп ақыл айтты. Осыны айтқан соң мақұлық көзден таса болды. Қыз енді оны аңсап құлази бастады. Оған қараудың өзі қуаныш секілді. Сөйлессе көңілі көтерілетіндей, сарайға көз салғанда тағы да 1/3 ағарғанын байқады. 3-ші күні бақта серуендеді. Сарайда тамақтанып, құдықтан су ішіп шөлін басты. Түн пердесін жамылды. Қыз көңілі толқып, жүрегі қобалжып, қауіп ойлаған күйінде төсегіне жатты. Көзі ілінбей терең ойға шомды. Бәрібір болары болды. Дыбыс шығармаймын. Түн ортасында белгілі жын перілер бұрынғысынан әлдеқайда сұмдық күйде улап-шулап, кимелеп келді. Қызды жабыла тырнап, шымшылап, шашынан сүйреді. Төсегінен лақтырып, табандарымен таптады. Қыз тіл қатпады, үн шығармады. Енді қыздың әппақ тәнін жын перілер тырнақтарымен жұлмалай бастағанда, бейшара азапқа шыдай алмай, өлдім, көмектесіңдер деп шыңғырды. Құлындағы даусы құлаққа шықты. Сол заматта сарай дүр сілкінді. Әлгі жексұрын жын перілер ғайып болды. Қыздың қасында ай десе аузы, күн десе көзі бар сұлу жігіт қолынан сүйіп тұр.
Қыз сабасына түсіп жүрегі орнықты да тәннің ауырғаны басылды. Жігіт оған былай деп тіл қатты: "Мен осы сарайдың иесімін, патшаның ұлымын. Мені сотқар мыстан кемпір сиқырлап, жалбыр мақұлыққа айналдырып жіберді. Әлденеше жыл бойы мен оның нәлет қарғысына ұшырадым. Мені бұл сұмдық күйден қандай ауыр азапқа шыдайтын, мен үшін қандай қиындық көрсе де қыңқ етіп сыры білдірмейтін ақ адал қыз ғана құтқарып алуға тиіс еді." Жігіт осыны айтты да қыздың алдында тізерлеп отыра қалып жалбарынды: "Ей сұлу қыз, сен мені құтқарып алдың. Енді маған тұрмысқа шығып, мына сарайдың иесі бол." Қыз қуана-қуана келісті. Сұлу қыз таңертең баққа шықса, сарай түгел ағарып, сән түзеп жайнап тұр екен. Бірнеше күн өткенде жас патша күймелерге ат жеккізіп, келіншегін қасына отырғызды да нөкерлерін соңынан ертіп, қыздың әкесі мен әпкелерімен дидарласуға аттанды. Өзінің сүйікті қызымен аман есен қауышқанда